Қыздар, біз қазір мына жерде футболканың ерлерге лен матасынан, футболка жасағалы жатырмыз. Соның лекаласы. Мына жерде кішкентай үлгісі, үлкенін құрап қойдық. Ең басты үлкен парақтағы 5-5 деген бірінші беттегі тор көз өлшейміз. Былай да 5-5 сантиметр болуы қажет. Сол кезде лекала дұрыс болады. Енді мына жерде артқы бойында ортасы тұтас, алдыңғы бойында ортасы тұтас болады. Кім мына мойнын тұтас жасағысы келеді, осы күйінше пішсеңіздер болады. Кім мойнын тұтас емес жасағысы келеді, мына сызық бойынша қазір тегетін боламыз. Сәнді кетіп, оған арнайы әдібі де тұр алдыңғы бойға. Мынау артқы бойдың әдібі, ол да тұтас болады, және жеңі. Ал енді осылардың барлығын шетіндегі сызықпен айналдыра кесіп алып, лекаланы бірінші қырқып алып, содан кейін матадан пішетін боламыз. Бізде қазір мына жерде осындай әдемі жұқа лен мата тұр. Бір жуып алдық. Енді осы матадан ерлерге футболка пішкелі жатырмыз. Қазір тура осы лекаланың жиегімен айналдыра кесетін болам. Мына алдына үш бұрыш былай тігетін боламыз. Бірақ лекаланы қырықпай осы үй қалдырамыз. Мына сызықты ең соңында қырқу үшін пайдаланамыз. Қазір просто осылай қайырып, орнын сызығын тастап кететін боламыз. Міне мына жерде бізде матамыздың қалған бөлігін тағы да екі бүктедік. Тура тоже кромкаға параллельно. Мына сызық осы кромкаға былай параллельно жату қажет. Айналдыра, жиегімен айналдыра қырқып алдық. Мына лекала қалай тұр, тура солай етіп қырқып алдық. Мынау жоғарғы жағынан піштік. Мына жерде ұзын бізде мата қалды. Ол осы күйі қалдырамыз. Одан қазір бауыр жасайтын боламыз. Енді мына жерде астыңғы жағындағы матаны екіге бүктедік. Осылай тура осы жеңді айналдыра қалай тұр, сол күйінше пішіп аламыз. Мына жерге белгі қоямыз, мына жерге белгі қоямыз. Мына белгі алдыңғы жақ, мынау иықтың үстіне келетін жері. Қыздар, біз қазір лен матасына футболканы полностью пішіп қойдық. Мынау бізде алдыңғы бөлік, мынау ортасы қазір тігу барысында түсіндіретін болам. Мынау артқы бөлігі ортасы тұтас, алдыңғы бөліктің ортасы тұтас, екі жең және артқы бойы мойын ойынтысына мынандай подборд. Біз оны дублерден жасадық, уже жасап дайындап қойдық. Және алдыңғы бойдың подборды дәл осылай пішеміз, және бұған да дублерден жасап қойдық. И еще мына ортада матаны кесіп тастамаймыз. Лекаланы осылай қайырып, мына жерге формасын сызып қойдық. Тура ортасын анықтап, және мына жақтан қай жерге дейін тігілу керек, биіктігіне дейін белгілеп қойдық. Мына жердегі тігіс орнына дейін. Бұны неге жасадық? Потому что тігіп атқан кезде біреуі жоғары, біреуі төмен болып қалса, мына мойын ойынтысы екі түрлі болып қалады. В-мыз ше. Сол себепті осы жерге қай жерден аяқталады, соған дейін де белгі жасап қойдық. Енді тігу жұмыстарына кіргіземіз. Дәл осы лен матасынан тігілетін ерлердің футболкасының лекаласын барлық размерін 3000 теңгеге ала аласыздар. 44-ші размерден 62-ші размерге дейін болады. Біз қазір 58-ші размерге тіккелі жатырмыз. Мен өзім жолдасыма тігем. Мынау бізде артқы бөлігі, мынау бізде алдыңғы бөлігі. Тура иық тігістерін бірінші бірдей етіп тігіп аламыз. Мына жерден. Мына иық тігістерін, сосын оверлок жасаймыз. Закрытый шовпен тіге алсаңыздар, закрытый шовпен тігуге тоже болады. Тек иықтарын тігеміз қазір. И мына жерде подбордында только иықтарын тігіп шығамыз. Осылай қойып, мына шетті, сосын айналдыра жиегін оверлок жасап аламыз мынада. И мына екі жерді оверлок жасап аламыз. Біз қазір иығын тігіп қойдық, астына оверлок жасап қойдық. Енді мойын ойынтысына мына әдіпті жасаймыз. Әдіптің мынау шет-шеттерінің барлығын осы оверлок жасап қойдық. Мына астыңғы жағы, дәл осы астыңғы жағын мына жерге әкелеміз. Иық тігіске инемен қыстырамыз. Мына иығын тоже осы жерге алып келеміз да, инемен қыстырамыз. Бұны да. Енді мына астыңғы жақ, артқы тура ортаны, бұдан кейін алдыңғы жағын. Так, мына жақ. Тура ортасын қай жерге дейін тігілу керек, сол аралықты да инемен қыстырып аламыз осылай. Мойын ойынтысында мынаны айналдыра былай тігіп келе жатқан кезде мына жерге келеміз да, тура мына сызықпен былай түсіп,
осы сызықпен былай көтеріліп айналдыра қайтып тігіп шығамыз. Мына жерде мойын ойынысын айналдыра тігіп қойдық. Осылай алдыңғы жағын тура сызық бойынша осылай үшбұрыш жасадық. Бұл жерді былай кесеміз. Тура сызықтың ұшына дейін алып барамыз. Өйткені әйтпесе оң бетіне былай аударылмай қалады. Нашетті немножко қатты кеспейміз. Нашетті де. Өйткені лен матасы қатты сетінейді. Мына жақ беттерді осылай немножко қырқамыз. Оң бетіне аударып үтіктегенде қайырылып қалмас үшін. Мына жақ беттерінде солай істеп алып, оң бетіне аударып үтіктеп аламыз. Мына қыздар мойнын үтіктеп қойдық. Мынау астыңғы жақ беті. Қазір соңында сырты қалай шықты, оны да көрсететін боламыз. Енді жеңді осылай қондыруымыз қажет. Ол үшін жеңнің мынау жоғарғы жағына осындай немножко сборка жасап аламыз. Немен бір тігіс тігіп алып, осындай сборка жасаймыз. Иықтың үстінде мынандай белгі бар. Сол белгіні мынау бізде алдыңғы жақ, артқы жаққа 1 сантиметр өткізіп қоямыз. Осылай. Енді содан төменге қарай, былай қарай алып кетеміз да инемен қыстырамыз. Мынаны да былай қарай, өстіп соңына дейін, мынаны былай қарай. Былай қарай алып кетеміз да, соңына дейін бұны да инемен осылай қыстырып аламыз. Шетіне дейін. Осылай қыстырып шығамыз. Сосын осыны 1 сантиметр ары қашықтықтан былай айналдыра тігіп оверлок жасап аламыз. Футболкамыздың етегі жегін қайырғанда міне осындай болды. Және алдыңғы жағына осылай люверсый қадап, үш жерден екі жағына бірдей размерде қададық та, ішінен бауды тігіп, бір былай X кәдімгі аяқ киімнің бауы секілді өткізіп қойдық. Бұның әдемілігі де осы бауында болып тұр және айналдыра полный форманы ұстап тұр, әдемі. Вот осылай өздеріңіздің жолдасыңызға немесе заказға тіксеңіздер болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, парақшаға тіркеліп алыңыз. Дәл осы лен футболкасының лекаласы қажет болса, төменде көрсетілген менеджерге жазыңыз.